Биыл Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қазақ әдебиетінің тарланы, біздің жерлесіміз Ильяс Есенберлиннің 110 жылдығы. Ең танымал шығармаларының бірі «Көшпенділер» трилогиясы. Ажал үстемдігінде жүргізудің ең берік құралы емес пе? Бабасы Шыңғыс хан бүкіл әлемді осы ажал арқылы бағындырмақ болған жоқ па еді? Қара бұқараны өліммен әлдилеуден Шыңғыс ұрпағынан шыққан қай хан тартынған? Әбілқайыр ірбіз терісінің үстінде аунап түсті. Иә, өлім себу Шыңғыс бабаның ұлы саясаты. Ол өзінің бүкіл әлемді жаулап алам деп жинаған жау жігіт ератында осы өліммен қорқытып ұстаған жоқ па? Иә, сөйткен еді ғой. Қалай делінген еді сол бір тәртіп ясысында? Әбілқайыр көзін жұмды. Жақында ғана фарсы тіліне аударылған Шыңғыс бабасының әмірі жүріп тұрған кезінде Қарақұмда болған италиялық бір жиһангез жолаушының жазған кітабының әрбір әрпі бақандай болып көз алдында тұра қалды. Әбілқайыр ернін жыбырлатып оқи бастады. Моңғол әскери